Қайырлы күн баршаңызға. Екінші бөлімде өзімнің жұмыс орным туралы айтқым келіп тұр. Менің алғашқы жұмыс орным ол менің сүйікті телеарнам деп айта аламын. Сарыарқа телеарнасы, оның алдында Қазақстан Қарағанды деп аталды. Мен үшін өте ыстық. Мен ол жерге 2014 жылы наурыз айында жұмысқа тұрған болатынмын. Ең бірінші мен студияда жарық қоюшы болып жұмысымды бастадым. Жарық қоюшы деген студияда осындай жарықтарды, светтерді әртүрлі бағдарламаға қоятын адам. Содан кейін сол жерде жүріп камераны үйреніп, ағайларымыз Қайрат Әлиев, Әлжан Айтымбетов деген сынды үлкен біздің ағайларымыз, оператор ағаларымыз, профессионал ағаларымыз мені үйретіп, камераны қалай түсіру керек, қалай кадр алу керек дегеннің барлығын үйретіп, мені операторға ауыстырып алды. Содан бастап мен оператор болып жұмыс істеп бастадым. Енді әрине, ең бірінші бастаған кезде қиындықтар да болады, қателіктер де болады. Енді ол бірден келе қоймайтын нәрсе ғой. Камераны қырсын үйрену деген, енді бұл камераны алғаш ұстап тұрғаннан кейін маған барлығы қызық болды да. Студияда сеттер, жарықтар, камера, режиссердің пульті, дыбыс режиссердің жұмысы, монтажердің жұмысы деген сияқты маған барлығы жаңа нәрсе болды. Кейбір сөздерді жаңағы монтажный лист деген сияқты ЗКТ деген сөздерді түсінбейтінмін. Сосын сұрайтынмын, мынау қалай деп. Жаңа баланс, фокус дегендерді. Соның барлығын маған сол телеарнадағы әрбір маман маған үйретті. Ешкім маған күліп қараған жоқ, сен білмейсің, сен жаңадан келдің деп маған ешкім қараған жоқ. Маған өзінің баласындай үйретті. Мынау осында камерамен былай түсіресің, осындай кадр алу керек, мынау жарықпен осылай қою керек, дыбысты осылай жазу керек, микрофонмен былай қою керек деген сияқты барлығын егжей-тегжейлі маған үйретті. Сол үшін телеарнадағы әрбір маманға алғысымды айтамын. Телеарнадағы мені үйреткен ардагер ағаларымызға, журналистерге, режиссерларға, операторларға, монтажерларға, дыбыс режиссерларына барлығына алғыс айтамын. Сол маған өмірлік және профессионалдық үлкен мектеп болды. Мен ол кезде жас болдым енді. Мен профессионалдық және өмірлік сабақтар алып, осы қазіргі күнге тұлға болып қалыптасуыма осы телеарна маған өте қатты әсерін берді, өте қатты көмегін берді, және соның арқасында мен осылай тұлға болып қалыптасуыма әсерін берді деп айта аламын. Сол телеарнада жүрген кезде ел көрдік, жер көрдік, бүкіл Қарағанды облысының аудандарын, ауылдарын, қалаларын барлығын телеарнаның арқасында аралап, сюжеттер түсіріп, бейнероликтер түсіріп, фильмдер түсіріп, әртүрлі адамдармен сұхбат алып, әртүрлі жақсы адамдармен дәмдес болып, танымал адамдармен де, қаншама ғалымдармен де, қарапайым отбасылармен де етене жұмыс істеп, оларды телевидениеда көрсетіп, олардың қызметтерін, жақсылықтарын көрсетіп, осындай жақсы қарым-қатынас орнап, өзіміздің жаңағы профессионалдық деңгейімізді көтеруге өте қатты әсерін тигізді. Осы Сарыарқа телеарнасы. Осы Сарыарқа телеарнасында жұмыс істеп жүрген кезде, ең басында камераны үйренген кезде, жаңа айтып отырмын, ең басты үйренген кезде оңай болған жоқ әрине. Камерамен түсіру барлығы ең алғаш үйренген кездерде, сол кезде Қайрат ағам маған үнемі айтып отыратын, сен жаңағындай жалықпа, үйрен, көр, басқалар қалай түсіреді, қара, монтаждарын қара, киноларды қара, қатемен жұмыс жаса деп. Мысалы, біз түсіріп алып келген кезде материалды Қайрат аға айтатын, түсіріп алып келген материалдарыңды көріңдер, қараңдар, қателермен жұмыс жасаңдар, қай жері қате, соны сол мезетте түзетуге тырысыңдар. Немесе бізден кеп сұраңдар, мына жерім қалай болады деп. Соны үнемі сол кісілерден түсіріп әкелген материалды сол кісілермен бірге отырып қарап талқылайтынбыз. Мына жерде қалай түсірдім, мына жерде фокус, мына жерде расфокус, мына жерде баланс, мына жерде кадр, мына жерде ракурс деген сияқты. Сол ағайларымыз өте көп көмек тигізді. Сосын Әлжан ағайым той түсіруді үйреткен маған Әлжан Айтымбетов ағайым болатын. Кәдімгідей тойда былай түсіресің, ол той түсіру телевидение саласынан кішкене өзгешелеу деген сияқты. Соны үйретті қырсын, сырын.
сол әртүрлі енді жұмыс барысында әртүрлі қиындықтар болады. Дыбыс жазылмай қалады, микрофонның батареясы отырып қалады, немесе күн шыққан кезде аппақ болып кетеді, оның диафрагманы жабу керек деген сияқты, фокус, расфокус, четкостьті алу керек деген сияқты. Соның бәрі немесе бір съемкаға шыққан кезде, ол кезде бізде камера бізде кассетамен жұмыс істейтін болатын. Кассетаны ұмытып кеткен кездер болатын, сондай кездер қазір есіме түссе уже күлкілі. Ал енді ол кезде барлығы қобалжып, уайымдап сөйтетінбіз. Әрбір кадрымызды түсіріп алып келген кезде біздің басшыларымыз көретін, қарайтын, және де әр апта сайын бізде материалдарды тексеріп отыратын. Сол кезде кім қандай қате жіберді, кім қалай түсірді, кім жақсы түсірді, кім жаман түсірді, соның бәрін саралайтын. Сол кезде біз кәдімгідей, өзі жас мамамыз ғой, кәдімгідей уайымдайтынбыз. Мен ананы түсіріп әкеліп едім, соны басшылар қалай бағалайды екен деп. Біздің фамилиямызды шақырған кезде қобалжып, жүрегіміз қағып, солай сөйтіп баратынбыз. Енді сол жерде телевидение істеп жүрген метрлар, үлкен профессионал ағайлар мен апайлар біздің кадрымызды бір көргеннен-ақ біздің минусымызды айтатын. Сол кезде біз қобалжып, сөйтіп ететінбіз. Сол кезде айтатын: сендер бұған сын түзелмей, мін түзелмейді. Бұған сендер жаңағындай ренжімей, осыдан сабақ алсаңдар, сендер үлкен профессионал боласыңдар деп бізді сөйтіп үйрететін. Сонда да біз сол қателіктерді бізге айтады: мына жер мынандай, расфокус болды, мына жер дыбыс дұрыс жазылмады, мына жерде андай дұрыс кадр алмапсың деген сияқты. Андай дұрыс кадр алмаған жерде бізде бірақ дейді. Бірақтарың көп деген сияқты. Сондай мезеттерде бізде сөйтіп түсіндіретін. Бізде режиссер, бас режиссер Рахима Сейхановна, Галина Зейнуловна, бас редактор, сол кісілер бізге жаңағындай шақырып алып айтатын: мына жеріңді дұрыс түсірмепсің, осы жерде дұрыс түсірсең жақсы болушы еді деген сияқты. Сол кісілердің айтқан ақылдарынан, сол кісілердің айтқан сындарынан біз сабақ алып, жас мамандар мойымай, әр жаңа қателігіміз түзегендіктен біз қазір осындай профессионал деңгейге жетіп отырмыз деп айта аламыз. Сол кісілердің жаңағындай мектебінен өткен адамдар. Енді профессионал деңгейіміз керемет емес шығар енді, бірақ та сол кісілердің біз сабағын алдық. Қазір сол кісілерді біз көрген кезде жүгіріп барып, құрмет көрсетіп, амандасып, алғысымызды айтып жатырмыз. Сол кісілердің үлкен мектебін көрдік. Маған мотивацияны өзіме деген сенім, өз-өзімді дамытуым, мен күнде ойлаймын, мен кешегі күннен бүгінгі күнде жақсы болу үшін, мықты болу үшін не істедім, қандай іс-әрекет істедім, қандай білім алдым, қалай санамды өзгерттім деген сияқты. Сол менің мотивациям. Таңертең тұрған бетте мен бүгін не істеймін, өзімдің айтады ғой, лучшая версия себя дейді. Өзіңнің ең мықты жағыңды дамыта білу. Таңертең тұрған кезде мен өзімнің жаңағы жақсартуыма, білім алуыма, парасатты болуыма, тұлға болып қалыптасуыма не істедім, не істеуім керек деп тұрамды, және қоршаған ортаға, еліме қандай пайда әкелемін, қалай пайдалы боламын деп тұрам. Осы менің мотивациям. Осымен күнделікті жұмыс жасаймын. Бүгінгі істерім ертеңгі күннің нәтижесі. Ал бүгінгі менің жетістігім кешегі күндердің іс-әрекеттері, кешегі ойларым, кешегі жасаған іс-әрекеттерім бүгінгі күннің жетістігінің нәтижесі сол. Сол мотивация мен үшін сол өз-өзіңді дамыту, халқыңа пайдаң тию, мен үшін мотивация сол.